Президентimiz парламент реформасында маңызды мәселе көтерді. Бір палаталы парламент құру мәселесін қарастыруды ұсынды. Яғни қос палаталы парламенттен бір палаталы мәжіліс парламентін жұмыс жасайтын, заң шығаратын орган құруды ұсынды. Мүмкін бұның да халыққа пайдасы бар шығар, бірақ менің қазір депутаттарға ұсынысым, сол жайларыңызда қаларсыздар, мүмкін тарап кетерсіздер. Қолдарыңызда мүмкіндік бар кезде өздеріңізге де, халыққа да, елге де пайдасы тиетін екі заңды заңдастырып кетулеріңізді сұраймын. Өздеріңіз де күндердің күнде сол халықтың ішіне түсіп, осы заң өздеріңізге де керек болуы мүмкін. Бірінші, ерлі-зайыпты ажырасатын кезде кім бірінші ажырасуға ұсыныс жасаса, сол ұсыныс жасаған адам өкіметке қомақты ақша төлеуін. Екінші, ажырасатын кезде балалар өзінің әкесінде қалу керек деген заңды заңдастырып кетулеріңізді сұраймын. Қазақта тексіз деген ауыр сөз бар. Тексіз деген ол ардан безген, тамыры үзілген, ата дәстүрін сақтай алмаған деген сөз. Сондықтан біз ұл қыздарымыз текті болып, толыққанды отбасында бақытты болып, жеті атасын танып өсуі үшін, еліміздің дамуы, өркендеуіне үлес қосуы үшін біздің елге осы екі заң ауадай қажет.